ертеде бір шал мен кемпірдің шағын ғана жылы үйінде дөңгеленіп піскен бір бауырсақ өмір сүріпті. Бауырсағым, сен дайынсың. Бүгін біз сені үлкен білімді саяхатқа шығарамыз. Жолда кездескен әр жан саған сұрақ қояды. Дұрыс жауап берсең, ары қарай жүресің. Қателессең, қайта ойланып жауап беруге тура келеді. Мен дайынмын, ата, әже, барлық сұрақтарға дұрыс жауап беремін. Сәлем, бауырсақ. Сен саяхаттап жүр екенсің, бірақ ары қарай өту үшін менің сұрағыма жауап бер. Компьютердің тышқаны не үшін керек? Экрандағы заттарды таңдап басқарып жүру үшін, мәтін теру үшін, экранды тазалау үшін. Сәлем, қоян. Иә, мен бауырсақ. Қасымдағы ақылды достарыммен бірге атам мен әжем жіберген білім саяхатына аттанған болатынбыз. Әлі талай жерді шарлап, көп нәрсені үйренуіміз керек. Сен қойған сұраққа менің зерделі достарым қиналмай жауап береді деп сенемін. Сол кезде біз білім жолындағы қызықты сапарымызды әрі қарай жалғастыра береміз. Тамаша. Сендер сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Достарың да өте ақылды екен. Сендерге алдағы сапарларында сәттілік тілеймін. Сау бол, қоян, сұрақтарың тамаша болды, маған өте ұнады. Қызықты ойын үшін рахмет. Сәлем, домалақ досым. Мен сені орман ішімен білім саяхатына шықтың деп естідім. Әрі қарай жүру үшін сұрағыма жауап бер. Бауырсақ, егер біреу саған бейтаныс сілтеме жіберсе, сен не істейсің? Жауап нұсқалары: бірден ашамын, қызық қойып, ашпаймын, себебі ол қауіпті болуы мүмкін. Досыма жіберемін, бірге қарайық деп. Сәлем, жолда мен қоянды кездестірдім. Оның сұрағына менің зеректе тапқыр достарымның көмегімен дұрыс жауап беріп, білім саяхатымды жалғастырдым. Енді міне саған да жолықтым. Сенің де сұрағына біз бірлесе жауап береміз деп ойлаймын. Солай ма, менің ақылды достарым? Жарайсың, бауырсақ. Сендер сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Достарың мен ойлағаннан да тапқыр екен. Жарайды. Білім саяхатыңды жалғастыра бер. Саған сәттілік тілеймін.
Ол, мынау кім өзі? Дөңгеленіп, күн сияқты домалап келе жатырсың ғой. Сәлеметсіз бе, түлкі? Мен білім саяхатында жүрмін. Жолда түрлі қызықты сұрақтарға жауап беріп келемін. Қане, тоқта. Сұрақ дейсің бе? Онда мен де бір-екі сұрақ қойып көрейін. Компьютердің жұмысын басқаратын негізгі бағдарлама қалай аталады? Интернеттегі мәліметті қауіпсіз сақтау үшін қандай құпия сөз таңдау керек? Электронды пошта дегеніміз не және ол не үшін қолданылады? Сұрақтарың керемет екен. Әрине, менің достарым да қиналмай жауап береді деп сенемін. Сен де, сенің зерек достарың да цифрлық сауаттылық білім саяхатында біраз ілім алыпсыңдар. Жолың болсын. Атаң мен әжеңе аман, есен орал. Рахмет, түлкі. Алақай, ата әже, мен аман есен білім саяхатынан оралдым. Жолда көптеген қызықты сұрақтарға жауап бердім. Жаңа нәрселер үйрендім. Ең бастысы ақылды достарыма ерекше рахмет. Оларсыз бұл саяхат мұншалықты қызық болмас еді. Сау болыңдар, балақайлар. Сендер нағыз дос, нағыз кемеңгер екенсіңдер. Келесі кездескенше, достар.